Ассалаумағалейкум достар. Ұлттық бірыңғай тестілеу ұбт 2026 сұраққа жеттік. Бірінші нұсқа. Ежелгі Финика қала мемлекеттері, яғни сол уақыттағы ежелгі Финикиядағы, яғни полистер дейді, өзі қала әрі ішінде өзінің заңдарын шығарып жүргізетін қала мемлекеттер. Жауаптар: Тир, Сайс, Кархемиш, Асуан, Библ, Угарит, Навкратис, Сиут. Енді жалпы интернеттен Финикия туралы қарайтын болсақ, жауапты мына жерден картадан қарай қоюға болады да, мысалға. Міне көріп тұрсаңыз, Сидон дейтін жауапты айттық мына, иә. Енді қараңыздар. Библ дейтін болды ма тоже? Міне Библс. Енді алып тоқталайық, сосын белгілеріміз. Финикия грекше сөз пурпур ел деген мағына береді. Жерорта теңізі. Жерорта теңізі қай жерде бізде? Атлант мұхитына жататын, тікелей Атлант мұхиты алабын жататын теңіз. Еуропаның оңтүстік бөлігінде, Африканың солтүстігінде, яғни екі ортада теңіз ғой. Жалпы Жерорта теңізінің бойында орналасқан, көріп тұрғандарыңыздай, қазіргі Ливан территориясына ежелгі мемлекет. Дастан беген етіпті. Өз заманы үшін жоғары дәрежелі дамыған мәдениеті бар ел, яғни Финикияда жалпы бұдан басқа кеме жасаушылар деген немен келеді ғой. Алғашқы кемемен жүзген кімдер финикалықтар деген секілді. Финикияның географиялық орны климат топырағы жер өңдеуге, теңізде жүзуге, шаруашылық пен сауданың дамуына ықпал етті, яғни өте ыңғайлы. Себебі бұл жерде қандай континент, жерорта теңіздік климат типі қалыптасады, ол ең ыңғайлы адамға. Бұл аймақты мекен еткен халықтардың желге тиіп күнге күйген түрлеріне қарап, гректер оларды файникс, яғни атаулы шығынатынан түсіндіріп отыр. Қоны түстілер десе, египеттіктер айттық қой, мана Африкамен шектеседі дедік. Африкада ол Египет, яғни Мысыр бар. Фенеху, яғни кеме жасаушылар деп атап кеткен. Осы ұғымдар нәтижесінде Финикия түсінігі қалыптасқан. Финикияның Тир, Библ және Сидон қалалары жерорта теңізінің жағалауында орналасқан сауда жолдарын тоғысатын орны болды дейді. Тир, Библ, Сидон дейтін жауап жоқ екен, жақсы. Жерорта теңізінің жағалауында орналасқан сауда жолдарын тоғысатын орны болды. Қалаларда шебер қолөнершілер, зергерлер, ағаш пен пүлсегін өңдеушілер, мөлдір шыныда әртүрлі бұйымдар жасаушылар және қара-қошқыл түске боялған маталар өндірілді. Жалпы енді міне осы қатты көп келетіні. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықтың аяғы мен 1-ші мыңжылдықтың басында финикалықтар үздік кеме жасаушылар және теңізде жүзушілер болды. Олар кемені аттағасын жасады, кеменің екі түрін пайдаланған, жүк таситын кемелер және соғыс мақсат үшін ұзын кемелер. Және бір фото болды, білесіздер ме? Өрт шығаратын, яғни кемені жоятынды қару жасап білген. Күнделікті тұрмыста финикалықтар алғашқы кезде сына жазуды пайдаланып білген. Алайда сауда-саттық тез қарқынмен дамыған кезде бұл жазулар қолайсыз болды. Сондықтан финикалықтар 22 дауыссыз дыбыстан, яғни таңбалайтын әріптерден тұратын ежелгі алфавит жасады. Әріптердің атауы сол әріптерден бастап заттарға ұқсады. Қазіргі кезде дүние жүзінде қолданатын алфавиттер ежелгі финикалықтардан тараған дейді. Демек, өзіміздің қазір қолданып жүрген алфавиттер кезіндегі финикалықтардан шыққан. Енді бұл жерде қандай тайпалар өмір сүрді? Еврей тайпаларын көсемде өз халық туралы әңгіме сақтап, оларды ұрпақтан ұрпаққа жеткізген. Демек, еврей немесе яһудилер. Еврейлердің ата бабасы болып Авраам немесе Ибрахим, біздің сүттегі алейхиссалам, оның баласы Исаак, яғни Исаак дегенде бұл жерде қате кеткен болады, бәлки Исмаил деген болады. Ал немересі Яков саналады. Яковтың екінші есімі Израил. Негізі Израил деген түсінік Исраил дейтін тайпа деп келеді. Исраил тайпасы, Бәну Исраил тайпасы деп, яғни кейін Израиль мемлекетіне сол атау берілген. Біздің заманымыздан бұрынғы 10 ғасырдың бас кезінде Израиль иуди мемлекеті қалыптасты. Оның астанасы Иерусалим. Иерусалим 3 дінге қасиетті жер. Неліктен? Иудейлер үшін қасиетті храм бар өздерінің, қазір храм туралы айтамыз. Мұсылмандар үшін ол жерде Әл-Ақса мешіті бар. Ал христиандар үшін, яғни насаралар үшін ол жерде не бар? Иса алейхиссаламның жерленген жері. Яғни көкке көтерілген немесе сол жерде жерленді деп. Одан кейін Иерусалим қаласы Астанабулмен қатар діни орталыққа айналды. Соломон патша тұсында Иерусалим қаласында ерекше әдемі храм салынды. Храм ағаштан салынғанын айтып кеттім. Мана храмның қабырғасы балқарағаймен тұрғызылса, едені кипарис дейтін ағаштан төселген.
Храм Иерусалим қаласының ең көрікті әсем жерінде орналасқан. Храмның ауласында Яхве құдайына арнап құрбандық шалатын жерлер болған, мына көресіздер ме? Дарға қарап жылап отырады ғой өздері. Yani сол діне храм ішінде бөлмеде арнайы жәшікте діни ереже жазылған тас тақта сақталған. Яғни ол финикиялықтардан кейінгі келген Бәну Исраил, яғни Израильдің мемлекетінің бастапқы тарихы, иә. Енді мына жерде бір кішкене не болып тұр, сұраққа байланысты. Интернеттен кейбір жерлерде Угарит дейтін қаланы жатқызған екен. Және де мен жауап ретінде қарадым, яғни басқалар келмеді. Угаритті жауап ретінде қарастырған. Енді бірақ мына картаға қарайтын болсақ, Угарит Финикиядан алыс жерде орналасқан, яғни асыл зонаның ішіне кірмегеннен кейін екі түрлі ойға алып тастап тұр. Не қазір жауап ретінде белгілеу, не жауап ретінде белгілемеу. Енді бұл енді жауапты да сол ұлттық тестілеу орталығынан арнайы алып тұрғаннан кейін белгілеп қойдым. Бірақ та көріп тұрғандарыңыздай, егер де тестілеу орталығынан қате кету мүмкіншілігі бар да, сол секілді термин бибул толықтай 100% жауап, Угарит кішкене күмәнді болып тұр. Бірақ сонда да өздеріңіз үшін белгілеп қойыңыздар, иә.